Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен палау тамағын жасайтын боламыз. Етсіз. Ең алдымен осылай пиязымызды ашып, жуып, тазалап аламыз. Кейінгі кезекте барлығын жақсылап турап аламыз. Осылай барлығын асықпай турап, кейінгі кезекте сәбізімізге кірісетін боламыз. Сәбізімізді де турап аламыз. Көлемін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турауға болады, жіңішке етіп, жуандау етіп. Осылай барлығын турап болғаннан кейін қызып тұрған майға пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Біз еттің орнына жұмыртқаны пайдалансақ болады. Осылай жайлап біздің пиязымыздың түсі өзгере бастайды. Көріп тұрғандарыңыздай міне осылай өзгерді. Ендігі кезекте сәбізімізді салып 3-4 минут қуырып аламыз. Қуырып болғаннан соң үстіне дәмдеуіштерді қосамыз. 1 қасық зіра, дәміне қарай тұз қосамыз. Және де осындай палауға арналған приправа бар. Ішінде мезімен бояуы болады. Осыны салып, араластырып қуырамыз. Қуырып болған соң үстіне суымызды құямыз. Сәбіздің бетін жапқанша су құямыз. Енді осының бетін жауып қоямыз. Кішкене қайнаса болды бізде, өйткені ет жоқ пісетін. Осылай күрішімізді сол арада су құйып бұқтырып аламыз, жібіп тұру үшін. Міне қайнап болды. Енді осыған күрішімізді 2-3 қайтара тазалап жуып, үстіне жайғастырамыз. Осылай барлығын салып аламыз. Егер де сіздердің суларыңыз кішкене аз болса, қайнаған су құйып жіберіңіздер. Бетін жауып қоямыз. Бізде суымыз тартылды. Араластырып, бір жерге жақсылап жинап, қасықтың көмегімен, болмаса басқа заттармен тағамның ортасын тесіп шығамыз. Және де соның үстіне су құямыз азғана. Және де оны дымдаймыз. Осылай бетін жауып баяу отта қоямыз. Жарты сағат тұрады. Осылай біздің палауымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай күріші езілмеген, жақсы пісті, дәмді болып. Сіздер де осылай ет жоқ болған кезде жұмыртқамен де жақсылап пісіріп, үйдегілерді қуансаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет палау шықты. Осылай қолдарыңызбен өздеріңіз әсемдеулеріңізге де болады. Жұмыртқаны мен гүл ретінде кесіп қойдым. Және де достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, комментария қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Және де алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Оразгүл. Сау болыңыздар.